Сәлем баршаңызға. Осындай мини пончики дайындаймыз. Қытырлақ, жұмсақ болып шығады. Бізге ең алдыменен 2 жұмыртқа, оның үстіне қоюлатылған сүт, яғни сгущенка керек, електен өткізілген ұнымызды, қопсытқышымызды салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды 5 минут пакетке салып тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды осындай орташа қалыңдықта кесіп, кескен күйінде пісірсеңіз де болады, немесе өзіңізге ыңғайлы болса, осылай дөңгелетіп шықсаңыз да болады. Мен барлығын дөңгелетіп шықтым. Майымызды ең алдымен жақсылап қыздырамыз. Қызған майымыздың астын жай қойып пісіресіз. Ато мына пончиктеріміздің іші піспей қалады. Осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Піскен пончигіміздің бетін осылай шоколадпен сәндеп шықсаңыз болады. Мен бетіне орех шаштым. Дәмі енді сөз жоқ, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасасаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар.